Екінші видео сабақта біздің үйренетініміз адамның өмірге неше рет келгені, яғни инкарнация бойынша адамның душа, жаны, яғни өмірге қайта келеді. Яғни адам бұл өмірге неше рет келгені, өмірге келгенде. Екінші үйренетініміз адамның бойында еркектің энергиясы ма, әлде әйелдің энергиясы, яғни мужская энергия және женская энергия қайсысы көбірек екені осы матрица бойынша есептеп үйренеміз. Ең алдымен адам өмірге инкарнация ретінде неше рет келген есептеп үйрену үшін біз мына сандарды барлығын санын есептейміз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Яғни бұл адам өмірге 13-ші рет келіп тұрған пенде. Келесі, еркектік энергиясы ма, әлде бұл адамның әйелдік энергиясы көп па, соны есептеп үйренеміз. Демек, еркектік энергиясы тақ сандар, яғни тақ сандар еркектік энергияны білдіреді. Жұп сандар әйелдік энергияны білдіреді. Яғни тақ сандарға 1, 3, 5, 7, 9 сандары жатады. Жұп сандарына 2, 4, 6, 8 сандары жатады. Яғни еркектік энергияны санау үшін біз тақ сандардың барлығын есептеп шығамыз. Яғни 1, 2, 3, 4, жоқ, 5, 6, 7, 8. 8. Әйелдік энергиясы 2, жоқ, 1, 2, 3, 4, 5. Демек, бұл адамның еркектік энергиясы көп. Яғни еркек типті еркектік энергиясы, мужская энергиясы бойында көп. Өмірге келгені 13-ші рет. Дәл сол сияқты осы екінші тұлғаныкін тағы есептеп шығар. Өмірге келгенде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рет. Бұл адам осы өмірге инкарнация болып 12-ші рет келіпті. Еркектік энергиясы ма, әлде әйелдік энергиясы ма? Есептейміз. 1, 2, 3. Еркектік энергиясының саны 3, әйелдік энергиясы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Яғни бұл адамның бойында әйелдік энергиясы көп. Және өмірге келгені 12-ші рет.